Хейо достар, сендермен бірге сабақ онлайн және де мен еңілік. Бүгін біз ұбытыға дайындықтың қандай болу керектігі туралы толығырақ түсіндіреміз. Олай болса, назарларың менде болсын. You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on Сынаққа дайындық барысында талапкерлер түрлі қателік жібереді. Мысалы, немқұрайлық, қорқыныш, жалқаулық сияқты тағы да басқа көптеген осындай жағдайлардың орнын дайындықты тиімдірек ететін тәсілдермен толтырған дұрыс. Әрбір жас түлек мына заттарды ұғынуы тиіс. Бірінші мақсат, талапкерде жоғары балл алудан бөлек өзінің алдыға қойған нақты мақсаты болу керек. Ол өзінің армандаған мамандығы, не болмаса көздеген оқу орны болуы мүмкін. Адамды арман мен мақсат алға жетелейді. Сондықтан талапкер үшін бұдан асқан мотивация жоқ. Жас түлек, егер де сенің дайындығың әлсіресе, өзіңнің арманыңды ұмытып, жалқаулыққа ерік берсең, онда сен былайша айтқанда армансыз адам болып қалыптасып қаласың. Сондықтан да ең бастысы қазіргі таңдағы арманыңды ұбытумен байланыстыр. Әрбір дайындығың осы алдыға қойған арман мақсатыңа жетелей түседі. Сондықтан да достым, дайындығыңды тоқтатпа, алға қарай жүре бер. Екінші, ол бізде таңдау. Түлектердің көпшілігіне грант ұту ең басты мәселе болып көрінеді. Сондықтан да олар мейлінше шекті балы аз мамандықты таңдап, соған түседі. Бұл әрине ең қате нәрселердің бірі. Өзің кішкентай кезінен бері армандаған, өзіңнің ойыңдағы мамандығыңа түскен, меніңше ол өте жақсы нәрсе сияқты. Мысалға, кішкентай бастауыш сыныпта ең жақсы көріп оқитын пәніңді, не болмаса басқа пәндерге қарағанда ең көп білетін пәніңді таңдап, сол бағытта жұмыс жасағаның дұрыс болатын сияқты. Өзің білетін нәрсені толықтыру жаңа нәрсені үйренуге қарағанда әлде қайда жеңілірек сияқты. Сондықтан да өзіңе қызықты пән болса, дайындығыңа деген ынтаң да арта түседі. Мұндай таңдау сынақ кезінде сені сенімділікке жетелейді және де жақсы нәтиже алуға көмегін тигізеді. Нақты мақсат пен дұрыс таңдау жасалды, ал енді талапкерлер дайындыққа қарқынды кіріседі. Олай болса, дайындықты нәтижелі ететін тәсілдермен бірге танысайық. Күнтізбе. Жоспарлы әрекет ету тек қана ұбытыда емес, қазіргі өмірде де өте жақсы нәтиже береді. Сондықтан да әрбір талапкер өзіне күнтізбе құрып, жасалатын іс-әрекеттерін, дайындығын уақытымен белгілеп орындауы керек. Демалыс. Жоспарлы дайындықтың ішінде демалысқа аз көңіл бөлінбеуі керек. Түлектер жіберетін тағы да бір қателіктің бірі ол үзіліссіз дайындық. Бұл қателіктің орнын уақытылы демалыспен толтырып отыру керек сияқты. Үзіліссіз дайындық есте сақтауды әлсіретіп, еңбекті өнімсіз етуі мүмкін. Сондықтан да достар, міндетті түрде дайындық барысында аз да болсын демалып отырыңдар. Есте сақтау. Талапкерлердің көпшілігіне есте сақтау өте қиын нәрсе болып келеді. Олар оқыған, жаттаған, әртүрлі жаттаған жылдарды бірден ұмытып қалады. Бұндай жағдайда ең басты көмектесетін нәрсе ол дұрыс ұйқы мен дұрыс тамақтану. Егер де уақытылы ұйқыларың қанып, уақытылы бірінші таңғы астарыңды, түскі астарыңды, кешкі астарыңды ішіп отырсаңдар, есте сақтау қабілеттерің жақсара түседі. Және де есте сақтау қабілетті жақсартатын көптеген техникалар бар. Оны біраздан кейін түсіндіріп айтатын болам. Тәртіп. Айту оңай, іске асыру қиын. Күнтізбе құрдық делік, бірақ ол күнтізбеге немқұрайлықпен қарайтын адамдар өте көп. Сондықтан да осы жауапты істі өзіңнің мойнына алып, өз болашағыңа деген жауапкершілікті сезінуің керек. Ешқашанда жалқаулыққа берілме жас талапкер. Ал егер де жас талапкер сынақтан өте алмай қалса, ешқашанда мұңаймай берілмеңдер. Себебі осымен өмір тоқтамайды. ұбт біздің үлкен өмірге қадам басқанымыздағы ең алғашқы кішкентай сынақтың бір түрі. Сондықтан да ешқашанда мұңайма, алға қарай жүре бер, біз саған сенеміз.